Достар, тек One X компаниясында ғана ең жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және де ең оперативті сервис қызмет атқарады. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, ең тиімді бонустар сіздерді күтуде. One X сілтемесі төменде. Лионель Мессидің Барселонадан ресми түрде кеткені жайлы жаңалық тек қана Барса жанкүйерлеріне ғана емес, барша футбол жұртшылығына тиген күтпеген соққы тәрізді болды. Соңына дейін барлығы келісімшарт ұзартылатынына сенімді болса да, кешкісін Барселонаның ресми жолдауы барлығын таңғалдырды. Олай болса, әдеттегідей Лео Месси мансабын қай клубта жалғастырмақ, Барселонаның келесі көшбасшысы кім болады? Және әрі қарай не болмақ деген сұрақтарға жауап іздей отырып талқылап көрейік. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен барлығын басынан бастайық. Леоның Каталониядан кетуі жайлы алғашқы сыбыстар шын мәнінде биыл емес өткен жылы шыққан болатын. Ол кезде Лео клубтың басқару политикасына және жеке Жозеп Бартомеуге өкпелі болып өзін Ситиге сатуды сұратты. Алайда Барсаның өткен президенті оны сатудан бас тартып, клуб аңызының өтінішін аяқ асты қылды. Әрине, кейбір Барса жанкүйерлері Бартомеудің бұл әрекетіне разы болса да, жеке Месси бұл сәтте қандай сезімде болды екен? Өміріңнің көп бөлігін сен осы клуб қарына басты жұлдызы, көшбасшысы және капитаны боласың. Ал енді сәл тынығып басқа жерге кеткің келген кезде, клуб сенің жалғыз өтінішіңді жерге тастап, бір маусым келісіміңді атқарып кет деген сөздер айтады. Меніңше бұл да Леоның кетуіне түрткі болған бірнеше себептердің бірі. Көп жыл бойы Лео бұл жедеге адал болып, небәрі бір маусым келісімі қалғанда оны қарапайым жалдамалы жұмысшы ретінде соңына дейін жегіп қалғысы келеді. Алайда одан кейін бір маусым өтіп президент алмасып, клубтың болмаса бір жыл атса да, Леоның көңіл күйі меніңше қатты өзгермеді. Себебі клуб әлі де сол Реалмен бірігіп алып, өз аңыздарын құрметтеуді әлі де үйренбеді. Клубтан Суарестің қуылуы Мессиге сөзсіз әсер етті. Бұдан бөлек клубтың қаржылай дағдарысы, Рональд Куманның тактикалық тұрғыдан әлсіздігі және тек қана еркін агенттерге акцент қойып, болашағына перспектив күттірмей тұрған команда сынды факторлар Мессиді бір сәт ойландырған болар. Жеке өзімнің пікірім бойынша, Лео клубпен жаңа келісім құрмақ болса да, бұны ол 100%-ға қаламады. Әрине, барлығына Ла Лига кінәлі болса да, Месси де Барса да бір ай бойы егер клуб келісімді қазір ұзартпаса, тамызда ұзарта алмайды деген сыбыстарды естіді. Бұл сәтте футболшы демалыстан бір сәтте қол үзуге уақыт таппады. Егер ол Барсада шын мәнінде қалғысы келсе, Копа Америкадағы жеңістен кейін келіп, бірден ұзартып әрі қарай қалағанынша демалуына болатын еді. Жоғарыда аталған факторлар әсер етіп, Лео бәлкім әдейі кешігіп келгенде болар. Себебі бір жыл бұрын Бартомеуге оған қазір жіберем, аха, қазір деп соңғы сәтте бір жеріңді қысты отыр деді емес пе? Бәлкім Лео осылай өшін алмақ болды ма? Әйтпесе Ла Лиганың айлыққа қатысты лимитін білмей отқан Барселонадағылардың бәрі бірдей ақымақ емес шығар. Болары болды бояу сеңді, енді клубта футболшы да өз жолдарымен жүріп болашақтарын қолға алулары тиіс. Леоның қайда кететіні әзірге белгісіз. Баспалардан бірі Манчестер Сити датасы, бірі PSG-ні, басқалары Челсиді, Ньюэллс Олд Бойсты, біреулері тіпті MLS-ті еске алуда. Десе де меніңше ең мүмкін нұсқалары алғашқы екеуі. Ситиде Леомен бір кездері жақсы тандем құрған Пеп Гвардиола бар, ал Ситиді былайша айтқанда Англияның Барсасы деуге болады. Клубтың ойын стилінен өзі Барсаның ойын үлгісінен қатты ерекшеленбейді, сондықтан Лео адаптациямен қатты қиындықтарға тап болмас. Біреулер АПЛ-дың ойын үлгісі өте жойқын, Лео ондайға үйренбеген деуі мүмкін. Алайда Месси Чемпиондар лигасында әрдайым ағылшындық клубтардың қақпасынан сыңылау табады. Және ол чемпионатты барлығын 100% физика шешпейді. Эден Азар бұған айқын дәлел. Ал екінші нұсқаға келсек, Парижді клубта Леоға өте жақсы таңдау. Месси клубтың көп ойыншыларымен өте жақын таныс, сондықтан бұл жерде де адаптация ұзаққа созылмас.
Неймар мен Лео өте жақсы байланысады. Ди Мария мен тіптен Рамосты Лео өте жақсы біледі. Сондықтан француздық клубта Лео келсе нағыз галактикос болуы мүмкін. Тек ол үшін PSG алдымен Мбаппені тездетіп Реалға сатуы тиіс, айлықтық лимитті сәл босату үшін. Және Лео ұната бермейтін Икардидің көзін құрту керек. Басқаларына қарағанда осы нұсқалар жақсы сценарий сияқты. Біреулер Интерді аргумент ретінде келтіріп күлдіртеді. Бұл нұсқа енді мүлде мүмкін емес. Клуб дәл қазір үлкен дағдарыста және негізгі ойыншыларын сатуға мәжбүр. Бірақ та егер біз оны білмей олар Лео үшін тазарту жұмыстарын жасап жатса, бәрі де мүмкін. Барселонаға не болмақ? Көрермендердің жартысын осы сұрақ мазалап отырғаны айдан анық. Бұл жайлы өткен аптада бейнеролик шыққан болатын. Леоның кетуі роликтің негізгі түйініне мүлде әсер етпеді. Сондықтан барлықтарыңызға көруге ұсынамын. Барселонада шабуылда ең бастысы жаңа идея пайда болатын болды. Осыған дейін клубтың барлық схемасы, барлық тактикасы Леоның ойын үлгісіне сүйенген болса, енді қандайда креатив пайда болатын болды. Шабуылшылар үштігін меніңше енді Фати, Депай, Гризман немесе Дембеле, Депай, Гризман құрауы мүмкін. Каталондықтар бүгіннен кейін енді Гризманды, Каутиньоны, тіпті Брейтвейтті сатудан бас тартатын болар. Себебі клубқа енді басқа стратегияда олар ауадай қажет болуы мүмкін. Енді Рональд Команға үлкен жұмыс атқарып, жоқтан бар жасау керек. Қолынан келе ма, жоқ па, анығын уақыт көрсетеді. Ал Мессиге келсек, Барсадан жеке бір ойыншы емес, біртұтас үлкен эпоха кетуде. Реал жанкері ретінде Леоға шын жүректен, каталондық жейдеде осы 18 жылда бізге көрсеткен феноменалды ойын үшін сыйлаған ерекше эмоциясы және футболға ғашық болуға себепкер болғанына алғыс білдіреміз. Болашақ клубында Леоға сәттілік тілеп қояйық ағайын. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.